Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сөйлем мүшелері. Оқу мақсаты тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Бағалау критерийі тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің түрлерін және қызметін біледі, оларды жасалу жолдарына қарай ажырата алады, алған білімін айтылмақ ойда сауатты қолданады. Сөйлем мүшелері сөйлем құрауға қатысатын, сұраққа жауап беретін, басқа сөздермен байланысатын мағыналы сөздер. Сөйлем мүшелері екіге бөлінеді: тұрлаулы мүшелер, тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш, баяндауыш, тұрлаусыз мүшелерге анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш жатады. Біз бүгін тұрлаулы мүшелерді толық өтеміз. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болатын, өзара предикаттық қатынаста жұмсалатын бас мүшелер. Бағыныңқы сыңар бастауыш, басыңқы сыңар баяндауышқа жақ-жағынан үйлесіп, қиыса байланысады. Бастауыш атау септігінде тұрып, іс оқиғаның иесін білдіретін тұрлаулы мүше. Сұрақтары: кім не, кімдер нелер, кімім нем, кімің нең, кімі несі, нешеуі деген сұрақтар. Құрамына қарай үшке бөлінеді. Дара бастауыш: жолаушылар бұлақтан су ішеді. Кімдер су ішеді? Жолаушылар. Бір ғана мағыналы сөзден тұрады. Ырыс алды ынтымақ. Не ынтымақ? Ырыс алды күрделі бастауыш. Үйірлі бастауыш үйірлі мүшеден тұрады. Уайымы көптер тез қартаяды. Кімдер тез қартаяды? Уайымы көптер тез қартаяды. Жасалу жолдары: зат есімнен болады. Үйге қонақтар келді. Кімдер келді? Қонақтар. Қонақтар зат есім. Асанның шығып кеткенін ешкім сезген жоқ. Ешкім деген есімдік кім деген сұраққа жауап беріп, бастауыштың қызметін атқарып тұр. Субстантивтенген немесе заттанған сын есім. Жақсы ісімен жақсы. Балалар, жақсы адам ісімен жақсы деп айтсақ, қандай адам деген сұраққа жауап береді. Жақсы адам. Ал егер біз адам сөзін алып тастап, жақсы сөзін заттандырып, яғни заттық ұғымда қолданып, кім деген сұраққа жауап берсе, бастауыштың қызметін атқарады. Кім ісімен жақсы? Жақсы ісімен жақсы. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Бұл мақалда алтау, төртеу деген сөздер кім немесе нешеу деген сұраққа жауап беріп, сан есім бастауыштың қызметін атқарып тұр. Үстеу. Еріншектің ертеңі бітпес. Несі бітпес? Ертеңі деген үстеу, несі деген сұраққа жауап беріп, бастауыштың қызметін атқарып тұр. Бастауыш одағайдан да болады. Ой байлағандар далаға шықты. Кімдер далаға шықты? Ой байлағандар. Жығылған күреске тоймас. Кім күреске тоймас? Жығылған. Түбірі жық. Ол ырықсыз етістіктің жұрнағы. Ған есімшенің жұрнағы. Есімше тұлғалы етістік. Кім деген сұраққа жауап беріп, бастауыштың қызметін атқарып тұр. Енді тұрақты тіркестерден де бастауыш жасай алады екенбіз. Құдайдан сұрап алған жалғызы сағындыртып әрең жеттау. Кім сағындыртып әрең жетті? Құдайдан сұрап алған жалғызы. Баяндауыш. Баяндауыш атау септігінде тұрып,
іс-әрекетті білдіріп, сөйлемді тиянақтап тұратын тұрлаулы мүше. Қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрақтарына жауап береді. Балалар, баяндауыштың сөйлемдегі қалыпты орны әрдайым сөйлемнің соңы. Баяндауышта құрамына қарай үшке бөлінеді. Жолаушылар бұлақтан су ішеді. Не істейді? Ішеді. Бір ғана мағыналы сөзден жасалған дара баяндауыш. Келіндер ошақ басына жиыла бастады. Келіндер не істеді? Жиыла бастады. Күрделі етістіктен болған күрделі баяндауыш. Үйірлі баяндауыш үйірлі мүшеден тұрады. Оның кемшілігі сөзге тоқтамау. Оның кемшілігі не? Сөзге тоқтамау. Баяндауыштың жасалу жолдары. Семантикасы жағынан баяндауышқа бейім сөз табы етістік. Мысалы, күн бесінде өзеннен өттік. Не істедік? Өттік. Зат есім. Аянның бар байлығы кітап. Не? Кітап. Сын есім. Кешеден бері үйдің іші жып-жылы. Қандай? Жып-жылы деген сөз қандай деген сұраққа жауап беріп, баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Сан есімнен болатын баяндауыш. Мысалы, жолаушы екеу екен. Жолаушы қаншау? Екеу екен. Озат оқушылар мыналар. Мыналар сөзі есімдікке жатады. Кімдер? Мыналар. Кімдер деген сұраққа жауап беріп, есімдікте баяндауышты жасап тұр. Үстеу. Наданның жарлы болуы бір сәтте. Қалай сұрағына жауап беріп, бір сәтте сөзі баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Еліктеуіш. Айнала құлаққа ұрған танадай тым-тырыс. Тым-тырыс сөзі сөйлемнің соңында келіп, баяндауышты жасап тұр. Модаль сөздер. Модаль сөздер дегеніміз сөйлеушінің сөйлем мазмұнына көзқарасын білдіретін сөздер. Модаль сөздерге керек, қажет, тиіс, екен, тәрізді сияқты сөздер жатады. Мысалы, түбі бізге сүйексіз қызыл тілден гөрі ырзықты іс керек-ау. Керек-ау модаль сөзі сөйлемнің соңында келіп, баяндауыш болып тұр. Тұрақты тіркестер. Шал үндемеген соң, бізде тіл қышытпадық. Тіл қышытпадық деген сөйлемедік деген мағынаны білдіреді. Сөйлемнің соңында келіп, тұрақты тіркесте баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Балалар, сендерге тапсырма. Сөйлемді аяқтаңдар, бастауыш пен баяндауыштарды тауып, жасалу жолдарын анықтаңдар. Тапсырманы жақсы орындауларыңа сәттілік тілеймін. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.